koyduruyorum sen yapıyorsun. Сәлем достар, қалайсыздар? Сіздермен бірге Кореяда тұратын мен Құлтынай. Бүгін біз дәстүр бойынша отбасымызбен жексенбі күні қыдыруға шықтық, демалуға. Бүгін үйіміздің жанындағы Соңдо қаласына келдік. Соңдо бұл жаңадан орнатылған, жаңадан салынған қала. Бұл жер болмаған, бұл теңіз. Теңіздің үстінен кәдімгі қалашықты жасаған, яғни құм, топырақ толтырып 1994 жылдан бастап құруды бастаған. Аяқталды, енді кәдімгі жаңа бір қала пайда болды. Білесіздер, Кореяда жер аз, сол үшін теңіздің үстінен де бұлар қала жасай береді. Бүгін осы жерге балапанымызбен келіп, қыдырып, демалып қайтуды жөн көрдік. Жалпы біздің үйден машинамен жарты сағаттық жер, 20 минут жарты сағаттық жер. Көп келіп тұруға тырысамыз. Жалпы біз жексенбі күнді көбінесе балаға арнаймыз. Басқа күндері жұмыс жасасақ та жексенбі күні балаға арнауға тырысамыз, себебі бір күн демалысын отбасымызбен өткізсек есінде қалады деген сияқты. Бүгін де осылай паркке келдік. Жалпы бұл Соңдо қаласында атақты актерлар, әншілер және спортсмендер тұрады. Оның ішінде сіздер жақсы танитын Жумонгта дәл осы жерде тұрады. Балам осы жерге велосипедке мінгім келеді дегеннен кейін үйден велосипедін ала келдік. Паркке келіп, от души шаршықтайық. Сонымен кешке ұйықтасын деп. Басында ана велосипедтің шапкілерін кимеймін дейтін, қазір оған да үйрен oldu, өзі кигіз деп тұрады. Міне паркке де келіп жеттік. Бұл жерге негізінде біз Қазақстаннан кім келсе де осы жерге алып келуге тырысамыз, өйткені туристер ұнататын жер. Атам, мамам, туысқандарым барлығы келген кезде де біз міндетті түрде осы жерге алып келдік, және ол кісілерге қатты ұнаған болатын. Қайық жаңадан пайда болған екен, ай сияқты, ай мүсінді. Соған мінем деп қоймай жатыр. Айтып жатырмын, өткенде ғана кемеге міндің ғой, болмайды деп. Сосын мінем деп қоймаған екен, бағасын көруге барсақ, прикиньте, бағасы жарты сағатқа $40 екен. Айтам да, жарты сағатқа $40 болмайды, мінбейсің. Келесі жыл мінбесең бүгін болмайды. Біз бүгін ақша құтпай демаламыз келгенбіз негізі. Жалпы біз жексенбі сайын демалысқа шыққан күннің өзінде көп ақша жұмсай бермейміз. Тамақты да өте қымбат жерлерден ішпейміз. Жай ғана баламызды демалту естелік. Атақ тамақ үшін не ондай қымбат жерлерге бара бермейміз негізі. Оны балапанымыз жақсы біледі, сонда да мінем деп қоймай отыр. Әрине мінгізбедік, келесіде мінесін деп қойдым. Келесіде мүмкіндік болып жатса әрине мінуге тырысамыз, бірақ жазда деп ойлаймын, өйткені қазір күн салқын уже. Мен күз мезгілін қатты жақсы көремін. Күзде осылай қыдырған, жай ғана серуендегеннің өзі бір керемет әсерде болады, және көктем жақсы. Қыс қатты суық, жаз қатты ыстық. Сол үшін мен күзбен балам айтып жатыр, дана рөлді мен айдаймын, ортасын шубка салып қойға болады екен деп күліп жатыр. Я осылай аралап жүрміз. Жай ғана спорт бізде бұл. Міне нағыз Құлтынайдың спорты, баламның велосипедін көтеріп жүремін. Дәл осы бір орталықтан қарасаңыздар, керемет күшті көрінеді, және маған дәл осы көрініс қатты ұнайды. Біз осы жерге үйленгелі, үйленбей тұрып та қыдырып келетін кезде постоянно осы жерге келетінбіз. Өйткені осы жерге келсең бір күшті әсерде боласың, демалып қаласың, еш нәрсе істемесең де. Білем, Қазақстанда бұдан да әдемі жерлер өте көп, демалатын жерлер жеткілікті. Мен жай ғана сіздерге бұны мақтану мақсатында емес, жай Кореяда осындай жер бар деген нәрсені ғана көрсеткім келеді. Және мен бұны YouTubeға салып, кейін балам, біз осылай көрген екенбіз, жүрген екенбіз ғой деген сияқты балама естелік жасағым келеді. Ешқандай да мақтану немесе басқа мақсатта емес. Дұрыс түсінулеріңізді сұраймын. Міне енді осының ішінде Ханок Маөл деген жер бар. Ханок Маөл дегеніміз кәрістердің ұлттық үйлері ішінде қандай ұлттық үйлері, содан кішігірім бір көріністер қойып қойған. Бұның іші
кофехана, асхана, сондай жерлер екен. Кофе сатады, тамақ сатады, басқа, бірақ кәрістердің ұлттық үйлерінің ішінде сатады екен. Ол жерге де бірнеше рет барғанбыз, әдемі жер. Ал мен аналар жақсы түсінеді деп ойлаймын. Сумкамызда біздің не жүреді? Су жүреді, сок жүреді, йогурт жүреді. Постоянно өзімізді алып жүреміз. Ал қалғанын мамасының баламыз бәрін ішпейді, қалғанның барлығын мен ішемін. Сіздермен жақсы білетін шығарсыздар, баладан қалған тамақ, сок, су барлығын біз ішеміз, обал болмасын, тастамайық деп. Дәл осы паркте, дәл осы ана отырған әдемі ғимарат бар ғой, сол жерде Джумоң өзінің 3 егіз баласымен тұрады. Осы жерге паркке келіп 3 егіз баласын ойнатып, егіз баласы ешқашан жүгіріп жүреді. И соны телевизорға шыққаннан кейін мына парк өте атақты парк болып кетті. Дәл осы соңында да мен танитын, жақсы араласатын бір тәте тұрады. Сол тәтенің үйіне анда-санда қыдырып келеміз, іші бірақ керемет, күшті айта алмаймын. Қарнымыз ашқаннан кейін кішігірім дүкенге келдік. Осы жерден мен жақсы көремін. Рамен ішуге келдік. Осындай система, осы жерге қойсаңыз, раменді өзіңіз қайнатып ішесіз, газ бар. Сеулде Хангангда да бар. Қазір Сеулде Хангангда осы болғаннан кейін атақты болып кетті, дәл осы рамен қайнату. Мен рамен қатты көремін. Балам ащы емесін, мен ащысын. Осылай жейміз. Жалпы обедкі, түскі тамақты біз осылай қарапайым жай ғана рамен ішуді жөн көрдік. Балапанның қарны аш. Осылай енді паркты 3 сағат араладық, шыны керек. 3 сағат аралап болған екен үйге қайтамыз деп, баламыз детский мирға барып келеді деп. Сонымен ары қарай екінші бөлімі детский мирға бара жатырмыз. Бұл біздің балапанымыз қатты жақсы көретін Шупо Вингсі деген өзінің бір керектісі бар, роботтар. Папасы бізде жай ғана детский мирға барамыз деп ойлағанбыз, сөйтсек папасы алдын ала интернеттен осы дәл баламыздың жақсы көретін роботтарының детский мирінің билетін алып қойыпты. Кіре салып баламыз прям бағана паркте жүргеннен 10 есе бақытты түрін көрдім. Мәз! Өзінің жақсы көретін роботтары өйткен, үйде осы роботтардың түр-түрі бар. Әр роботтың атын біледі, мынау деп айтып жүреді, олардың атын мен жаттап алдым. Осы жерге келіп рахаттанып ойнап, сол жерге ойнап, бұл жерде 2 сағат қалдық. 2 сағат от души еді. Адам аз екен, адам көп болса қайтеміз деп уайымдап келген ек. Жексенбі күні болған күннің өзінде адам өте аз екен. Сонысы қатты ұнады бізге. Осы жерге келіп балапанымыз өзінің жақсы көретін роботтарымен ойнап, мініп қайтсын дедік. Мамалар мені жақсы түсінетін шығар, бұндай жерге келсек баламыз жіберіп қойып отырамыз. Отырамыз деп ойлағанымызбен ол да 1 минут. Қайтадан мама бер кел деп шақырып алады. Мына зданияның ішінде де міндетті түрде маска тағып жүру қажет екен. Сол үшін масканы шешуге ешқандай мүмкіндік болған жоқ. Маска шешуге болмайды деп айтты бізге. Жүрген жерімізде жүгіріп жүреміз. Мынаның ішінде самолет, балалардың самолеттері де бар екен, кішігірім. Балапанымыз екеуміз самолетке мініп Қазақстанға барайын деп жатырмыз. Өте әдемі жер. Әрине бізге ой деп қарауымыз мүмкін, бірақ балалар қатты қызығатын жер екен. Балалармен келсеңіз 2 сағаттың қалай өткенін байқамай қаласыз. Мен өзіме кофе алып жатырмын. Мынау ең қорқынышты жер екен, сырғанақ. Балам қорықпай мініп жатыр, сонымен маған да бірге мінейік дейді. Мен негізі қатты қорқамын бұндай нәрседен. Міне берем, бірақ қорқамын. Содан балапан мінейік дегенге бірге мінгенбіз ғой. Жүрегім қорқынышты, балалар қалай қорқпай мінетінін түсінбедім мен. Ужас. Балапан мүлде қорқан жоқ, мен қатты қорқтым, бірақ сырғана түсіп келе жатып, үстіндегі неге шалбарымды сырып алдым ғой деймін, шалбарым жыртып кетті, 2 тіземде ғана қалды. Сонда да мамасының шалбар жыртып кеткеніне қарамайды, ойнайық деп.
негізі бір өзін жіберіп қоюға болар еді, ойна деп қарап демалып отыруға. Бірақ оған балапанымыз бізбен ойнағанды қатты жақсы көреді. Сол үшін бірге ойнадық. Бала мен бала болып кетем мен негізі. Бір қызығы балапанымыз дүйсенбі күні садикке барған кезде апайына кеше не істедім, қайда бардым, не жедім бәрін айтады екен. Апай күледі. Воскресенье, понедельник күні мектеп садикке келсе мақтанады деп айтады. Мына жерге бардым деп. Соны бір жерге воскресенье жексенбі күні бір жерге апармасақ тағы баламыз апайына күлеміз ғой да, еш жаққа бармадым деп айтасың ба десе ыңы деп қояды. Осылай үй жасап ойнаймыз. Кішкентай кезінде осындай детский мирға көп келетін, біз бірақ қалай садикке бардық, солай детский мирға баратын уақыт жоқ екен. Таңертең садикке келеді, кешке келеді. Осындай бір демалыстан да апармасақ, балапанның ең сүйікті ойыны балық аулау. Папасы екеуі отырып алып, осындай детский мирде балық аулаудан жарты сағаттан көп шықпай қоюы мүмкін. Екеуі отырып алып. Папасы айтады ғой, балапаным өссе ертең шынында да балық аулауға барам баламмен деп, уже дайын отыр. Мынандай демалатын жерлер бар екен, мамалар, папалар балаларын жіберіп қояды да өздері телевизор көріп демалып жатады екен. Осы жер қатты ұнады маған негізі. Балапанның мамасына тамақ істеп берем, кофе берем деп отыр. Қарасаңшы. Үйде папасының тамақ істеген көрген ғой просто. Мамасын кофе жақсы көретін біледі. Енді мамасына кофе бермекші. Посудаларын жуып, орын-орнына қойып жатыр. Үйде де сондай папасы екеуі бірге посуда жуады. Сол үшін уже қалай жууды біледі. Енді барлық ойнап біттік, үйге қайтып жатырмыз. Бейнежазбаны соңына дейін көргендеріңізге көп рахмет. Барлықтарыңыз жақсы көремін. Сау болыңыздар.